Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге арасына май жағылған өте дәмді мейіз қосылған нанның рецебімен бөлісемін. Бұл қатпарлы нан өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Нанды жасау үшін ең алдымен жылы сүтке қантты салып араластырамыз. Біраз қасық ашытқыны салып ерігенше араластырып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Бөлек ыдысқа бір толық жұмыртқаны салып, және де екінші жұмыртқаның сары уызын салып, оны осы қоспаға құйып араластырамыз. Қант ерігеннен кейін осының үстіне жарты шай қасық тұз салып, алдын ала илеуіштен өткен ұнды салып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Достар, менің каналыма тіркеліп комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Иленіп дайын болған қамырды бетін жауып көтерілуге 30-40 минутқа қалдырамыз. Жабыса берсе аздап ұн себеміз. Жіңішкелеу етіп жайып болғаннан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майды алып барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Енді осының үстіне алдын ала жуып кептіріліп тазаланған мейізді септім. Дөңгелектеп бір-біріне жабыстырып орап, дәл осы оралған бөлікті тең ортасынан бөлеміз. Ұзындау етіп дөңгелектеп орап шығамыз. Дәл осындай көлемдегі өте әдемі гүл тәрізді нан шығады. Көтерілуге қойып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Осымен нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.